2023 жылы Қазақстанда не болады? Көріпкел болжамы. 2023 жылы Қазақстан халқы үшін маңызды жыл болуы мүмкін. Қазақтар аузымен от шашатын алып жыланмен айқасқа түседі дейді ресейлік атақты экстрасенс Наталья Разумовская. Қаржылық қиындықтар болатынын көріп тұрмын. Ақша жағынан ауыртпалықтар күтіп тұр. Сол себепті қазақстандықтарды ертеңгі күн қазір ойлап үнемшіл болуға кеңес беремін. Артық шығындар жасамауға тырысыңыздар дейді ол. Екі түрлі қауіп бар. Қазақстанның жанында жылан жатыр. Аяғының астында, шөп арасында көрінбейтін. Байқамай басып кетсең шағып алатын. Сосын түлкі көріп тұрмын. Ол не бір адам, не бір топ адам. Түлкі не бір жақсы сөз айтқанымен өзі өте жаман істер жасайды. Ал жылан сөйлемейді, тып-тыныш тығылып жатыр. Шағып алудың сәтін күтіп отыр. Оның ойы өлімге әкелуі мүмкін. Түлкінің қапқаны да өлімге әкеле алады. Сондықтан Қазақстанның президентіне өте сақ болу керек дейді балгер. Қазақ президенті данышпан адам, кіммен болсын келісімге келе алады. Ешқашан дөрекілікке бармайды екен. Кездесу оңай болады. Қазақстанға тек жылан емес, түлкі қауіпті. Түлкінің сөзі басқа, істейтін тірлігі басқа. Оңдырмай алдап солуы мүмкін. Оның соңы адамдар үшін ажалмен аяқталады. Қазақстанның президентін мен танымаймын. Қазақстанның саясатын да білмеймін. Бірақ картамда президент аю сияқты көрінеді. Күндіз-түні бас алмай жұмыс істейтін сияқты. Біреулер бермей отырған ақша үшін күресіп жүр. Өзі бір үлкен, ауыр шешім қабылдаған екен. Өз еліне жаны ашитын адам. 2023 жылы оны орнынан ығыстыруға тырысатындар, сатып кететіндер көп болады, бірақ ол орнында қалады. Ол елде ешқандай соғысқа араластырмайды. Сосын кеме көріп тұрмын. Біреу елде немесе әбден үйренген жерінен біржола кетіп қалатын сияқты. 2023 жылдың соңына қарай шынайы тәртіп пен әділдік орнай бастайды деп